Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Танымал тележүргізуші Ләйла Сұлтанқызы күйеуі кәсіпкер Қайрат Беркінбаев туралы естелігімен бөлісті. Оның айтуынша, жұбайы өлетін алдын ала сезген деп хабарлайды. Марқұм күйеуі туралы жазбаны Ләйла Сұлтанқызы өзінің Instagram парақшасына жариялады. Онда тележүргізуші жан-жарының қазасын әлі есеңгіреп жүргенін жеткізді. Ол күйеуімен соңғы рет Стамбулға барар алдында жүздесіпті. Ләйла балаларына алып 3-4 күн болса да барып келіңдер, демалып келіңдер, мен жұмыстан босамаймын, балалар бір демалып келсін деп ерекше еміреніп шығарып салған еді. Әдетте Қайрекем эмоцияға берілмейтін, сол күні ұлдарын қайта-қайта сүйіп, жүктеріне дейін көтеріп, қол бұлғап ұзақ тұрды. Демалыстан елге ұшар алдында қайта-қайта хабарласып, амандығымызды сұрап, мен үйде болам, ертірақ келіңдер деп хабарласа берді. Мына суретте біз саяхаттыға шығар алдында түскен болатынбыз. Әдетте адам алдын ала сезеді деуші еді. Сезді ме білмейміз, сап-сау жүрген адам бір сәтте жүрегі тоқтап қалды деп жазды Ләйла Сұлтанқызы. Қара жамылған Ләйла Сұлтанқызына көңіл айтып жұбатуға тырысып жатқан адамдар өте көп. Оқырмандары әртүрлі пікір жазуда. Алла мейірімімен бөлесін, ұрпағынан ғұмыр берсін, Ләйла ханым. Алла ұрпағын ғұмыр берсін, бекем болыңыз, Ләйла жан. Жаны жанатта болсын. Алладан бұйрық келгенде барлығымыз кететіміз қақ. Тек өзіңіз сабырлық тілеймін. Балдарыңызға өмір жасыңыз ұзақ болсын. Солардың қызықшылығын көруіңізді нәсіп етсін Алла деп жақсы пікірлерін жазуда. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.